Қайырлы күн. Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің балалар мен жасөспірімдердің туризм және өлкетану орталығы ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған отан жолы мен оқушылардың өлкетану жобаларының қалалық қашықтық конкурсының қатысушысымен номер 30 мектеп-лицейдің 6 А сынып оқушысы Аблахат Балым. Табиғат және экология бағыты бойынша менің экомектебім тақырыбындағы жоба жұмысымды сіздерге ұсынамын. Менің экомектебім жобасы мектеп жасындағы балалардың экологиялық мәдениетін тәрбиелеуге бағытталған. 2018-19, 2019-20, 2020-21 оқу жылындағы балалар мен ата-аналардың экологиялық сауаттылығын арттыруға бағытталған мектепте жүзеге асырылып жатқан іс-шаралар кешенін қамтиды. Зерттеудің өзектілігі де сонда. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа жолдаған Қазақстан 2030 бағдарламасында қоршаған орта мен экологияның тазалығын жақсарту адамдардың денсаулығы мен өміріне байланыстырылған. Табиғи ортаны ластаушылардың бәріне берік және қат-қабат тосқауыл қойылуы қажеттілігі атап көрсетілді. Қазақстан 2030 жылға дейін ауасы таза, мөлдір, сұлу, жасыл, желкенді елге айналуы тиіс делінген. Экологиялық мәселені шешуде экомектепті қалыптастырудың маңыздылығы өте зор. Оқушылардың қызығушылығын арттырады, экологиялық саналықты дамытады. Зерттеу мақсаты экологиялық мәселелердің пайда болу себептері мен оларды шешу жолдарын тәрбиелік іс-шараларда ұйымдастыра отырып, экомектеп қалыптастыру. Біздің жобалық қызметтің күтілетін нәтижелері: мектепте экологиялық қолайлы ортаны құру, ұстаздарды, оқушыларды, ата-аналардың экологиялық білім деңгейлерін, құзыреттілігін арттыру болып табылады. 2018-19 оқу жылында экомектепті қалыптастырудың алғашқы қадамдары жасалды. Эко-челлендж акциясы аясында тәрбие бөлімінің ұйымдастыруымен «Мен өз қаламды сүйемін» атты эко-күн өтті. Шараның мақсаты оқушы, мұғалім, ата-ана үш бірлескен одақтың тұрмыс қалдықтарын қайта өңдеп, жаңа өмір сүруіне мүмкіндік жасау. Экологиялық білімін тереңдету, табиғатты қорғауға, аялауға тәрбиелеу, жердегі барлық тіршілік иесіне жауапкершілік көзқарасын қалыптастыру болатын. Айтулы шараның қонақтары қатарында білім жаңғырту орталығының әдіскері, халықаралық экологиялық академиясының президенті, профессор, қамқоршылық кеңес мүшелері, Еуразия ұлттық университетінің бір топ волонтерлері болды. Шара мектебіміздің 4 қабаты бойынша 4 түске бөлініп, әр қабат ұстаздар, ата-аналар, оқушылар бірігіп жұмыс жасады. Бірінші қабат жасыл түс, 5 қайта өңдеу, тұрмыстық зат қалдықтарынан қолөнер бұйымдарын жасау, экологиялық мәселелерді шешудегі экодизайн, әртүрлі тұрмыстық заттарды пайдалану арқылы киім үлгілерін жасау, киімге екінші өмір сыйла, ескі киімдерден жаңа киім үлгілерін жасау, «Мен өз қаламды сүйемін» макеттер конкурсы, жан экологиясы, ата-аналарға арналған экологиялық психологиялық тренинг. Екінші қабат қызыл түс, өзенге қоқыс қалай түседі, ойын, таза табиғат, салауатты ұрпақ, эстафеталық ойындар, экологиялық проблемалар және оны шешу жолдары, презентациялар сайысы, табиғат әлемі және экология, газет шығару, үндеу хаттар, өлең, ребус, сөзжұмбақтар құрастыру. Үшінші қабат сары түс, қайта өңдеу, жаңа өмір, лайфхактар, эксперименттер жасау, робототехника, заман талабы, қоқыс жинаушы робот түрлерін жасау, не, қайда, қашан, зияткерлік ойындар, табиғат тал бесігім, караоке. Төртінші қабат көк түс, белгілерді ойлап тап, экологиялық белгілердің жаңа түрлерін құрау, кест, ойын, фото-видеомонтаж, ақпараттарды түсіру, сұрыптау, кері байланысқа ұсыну, диалог құру, кері байланыс көрмесі. Балалардың жалпы ауруларына әсер ететін күшті фактор көміртегі тотығы мен шу болып табылады. Ғалымдардың мәліметтері бойынша, көміртегі тотығының мөлшері 6,5-12 зжж-ге көтерілуі балалардың ауруларының 2 есе, ал акустикалық қолайсыздықтың 8-20% артуы 1,4 есеге артуына әкеледі. Осы мақсатта менің экомектебім бастамасы аясында мектеп ауласына жыл сайын оқушылар тал егуді дәстүрге айналдырған. 2009 жылы мектебіміздің 20 жылдық мерейтойына арнап, мектеп оқушылары, ата-аналар және ұстаздар 20 түп шырша ағашын аула маңына еккен болатын. Атадан мал қалғанша тал қалсын деп табиғатқа ертеден құрметпен қарайтын ата-баба дәстүрін кейінгі ұрпақ бойына осы бір шара аясында тәрбиелеп, оны қарап, суарып, баптау нәтижесінде оқушылар жауапкершілікке, тазалыққа еңбектенуге тәрбиеленуде.
2018-19 оқу жылында басталған. бұл жоба 2019-2020 оқу жылы барысында оқушыларға маңызды ақпараттармен таныстырылып, өмірде қолдануға үйретуге бағытталған шаралармен жалғасын тапты. Аталған бастама аясында номері 30 мектеп-лицейде барлық сыныптарда экокүн тақырыбында ашық сабақтар өтеді. Экологиялық сағат аясында сынып сағаттарында оқушыларға табиғат туралы бейнероликтер көрсетілді. Жас ұрпақты табиғи ресурстарға қамқорлықпен қарауға насихаттауға бағытталған шараға ата-аналар да қолдау көрсетеді. Ол өз кезегінде халықты экологиялық тұрғыда тәрбиелеуге едәуір үлес қосатыны сөзсіз. Оқушылар табиғат туралы білімдерін молайтып, табиғатты қорғау әр адамның міндеті екенін ұғынды деген сенімдеміз. Адам мен басқа да тірі ағзалар, пластик, полиэтилен пакеттер, тұрмыстық қалдықтар, автокөліктер газдары, темекі түтіні, тағы басқа затпен үнемі әсерлесуде болады. Дүние жүзінде ондаған миллион тоннасы өндіріледі. Қазір бұл затты тұрмыстық мақсатта қолдануды шектеуге бағытталған шаралар жүргізуде. Қазіргі кездегі адамның экологиялық ортасы қала. Ол ең ірі және табиғи ортадан өзгеше көптеген параметрлер бойынша экстремалды деуге болатын орта. Қалада техногенді қуаттың орасан зор концентрациясы жиналады. Қаладағы адам экологиясына тән нәрсе бұл табиғи экологиялық факторлардың оқшаулануы болып табылады. Қажетті мөлшерлерде өсімдіктер топырақпен сумен қамтамасыз етілген. Адамның биологиялық табиғаты мен оның табиғатқа қарсы іс-әрекетінің нәтижелері арасындағы қайшылық әсіресе қала жағдайында шиеленісе түседі. Қалдықты өңдеу досқа демеу ұранымен қалаларда пластмассадан қорғау және пластмассадан жасалған ыдыстар мен бұйымдарды өңдеу туралы мектебімізде оқыту семинары өткізіледі. Оқыту семинарында жетекшілер ақпарат тыңдалады. Сондай ақпарат оқушыларға сынып сағаттарында түсіндіріледі. Бұл семинарлардың маңызы пластикті тамырлау, оны қайта өңдеу бойынша экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Мектеп кітапханалары көркем әдебиеттер сатып алу мақсатында бизнес объектілеріне қатты тұрмыстық қалдықтарын жинау жұмыстарына қамқорлық кеңес құрамын тарту болып табылады. Пластик бұл қол жетімді және арзан материал, бірақ оны қолдана отырып біз оны бейсаналық және ысырапшылдықпен емдеу қандай зиян келтіретіні туралы ойламаймыз. Қазақстанда бір жыл ішінде орта есеппен пластмассадан 3 миллион тоннаға жуық қалдық түзіледі. Олардың тек 5% ғана қайта өңдеуге, 10% арнайы полигондарға жіберіледі. Қалдықтарды мемлекеттік деңгейде сауатты өңдеуді ұйымдастыруды жеткіліксіз. Қоғамның бұл мәселеге дұрыс көзқарасы қажет. Пластмассаның қандай түрлерін пайдалану қауіпсіз және қайта өңдеуге болатындығын, қай пластмассаның зиянды екенін және қалдықтармен не істеу керектігін түсіну керек. Бүгін күрт өзгерген экологиялық мәселелерді шешуде адамның өзі туындатып отырған күрделі ғылыми жетістіктерін ендігі жерде табиғи ортаны адам баласының болашағы сақтау үшін табиғатты қорғау тиімді пайдалану керек. Себебі адам мен қоршаған ортаның арасындағы байланыс 20 ғасырдың ортасына дейін ғалымдармен қарастырылмаған. Ғылыми тұрғыдан адам экологиясын зерттеу кейінгі жылдары ғана қолға алынды. Себебі адамдардың өмір сүру деңгейін көтеру үшін қоршаған ортаның табиғатының бұзылуы адам баласының денсаулығына зиян әкелгені анықталды. Жоғарыда айтылған дәлелдемелер негізінде табиғатты және қоршаған ортаны сақтау, қорғау мақсатында төмендегідей ұсынысым бар. Табиғатты қадірлеп, қоршаған ортаны қорғауға тәрбиелеуде экомектеп жоба ретінде барлық мектептерде енгізілуі қажет. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз болашақ жастардың қолында дегендей, отанымыздың дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын жастардың дені сау, күш-жігері мол болуы тиіс. Ал ол үшін қазірден бастап ойналатын жағдайлар өте көп. Біз мектептерде экотәрбиені факультатив ретінде енгізілуін жақтаймыз. Біз барлық мектептерде экопатруль ашқымыз келеді. Біздің міндетіміз табиғатқа, қоршаған ортаға ұқыпты қарау, қалдық заттарды қайта өңдеу. Егер осындай дұрыс тиімді тәсілмен болса, онда адамзат таза ғаламшарда өмір сүрер еді. Менің экомектебім тәрбиенің бастауы. Назарларыңызға рахмет.